Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Мен тағы Абдуллаев Шерзат. Енді бүгінгі менің тақырыбым денсаулық туралы айтып өтіп кетемін. Қазір былай қарасақ, мына өмірде 99% адам ауру. Туылған шақалақтан бастап денесінде жаны бар адамның бүткіл бәрі қазір таңда ауру. Дұрыс па? Не үшін адамдар ауырып жатыр? Себеп. Не үшін күннен күнге аурудың саны көбейіп бара жатыр? Өйткені біз өзімізді күтпейміз. Біз дұрыс тамақтанбаймыз. Біз уақытында емделмейміз. Сол үшін қазір адамдар ауырып жатыр. Көрдіңіздер ме? Ал бізден туылған әлдейлер, жастар, балдар, олар да ауру. Бізде жетіспеген минерал, витамин, ол балдарға жетіспейді. Енді қазір мен осы сок, яғни бұл алоэ өсімдігінің натуральный соғы, шырыны, яғни. Енді мына шырын қазір әлем деңгейіндегі ең мықты, сапалы алоэның шырыны. Енді бұл шырынның құрамында 12 витамин, 18 аминокислот, 20 минерал бар. Одан астам 160-тан астам элементтер бар адам ағзасына керекті. Енді бұл сокты ішкен кезімізде бірінші очередте біздің организмдағы жатқан шлактарды, яғни инфекция, бактериялардың бүткіл бәрін бұл тазартады. Мұның құрамында тағы сапонин деген көпіретін зат бар. Ол сапонин біздің ішек асқазанымызды жуып тазартып шлактарды шығарып отырады. Ал өзінің құрамындағы витамин, минералдармен біздің, яғни организмімізді күнделікті тойдырып отырады. Сосын біздің иммунитетімізді көтереді. Мына сокты тек қана үлкендер емес, бұл сокты туылған шақалақ күннен бастап беруге болады. Бұның құрамында ешқандай химикат жоқ, спирт жоқ, химиялық заттар, ешқандай шошқа майлары жоқ. Бұл таза, сапалы өнім. Алоэның ең мықты түрі барбаденсис миллер деген түрінен таңдалып алынған бұл шырын өте күшті. Мен өзім бұл шырынды күнделікті ішем. Мен профилактика үшін ішем. Аурудың алдын алу үшін ішем. Енді ауру адамдар болса, бұны көбірек ішу керек. Бұл кәдімгі витамин сияқты. Мысалы, кәдімгі алма, банан, мандарин, солай біз жейміз ғой, мысалы, ол витамин бізге. Дұрыс па? Бұл да дәл сол алоэның витамині. Бұның ешқандай зияны жоқ, тек қана пайдасы бар. Сол үшін сіздерге айтатыным, кімде-кім ауру болса, мұнаны көбірек ішіңіздер. Егер мен ауру емеспін, менің денім сау деген адамдар болса, ертең сіздер жастарыңыз келіп, үлкейген кезде ауырмау үшін ішіңіздер. Аурудың алдын алып тұру үшін, сіздің организміңізді, ағзаңызды тазартып отыру үшін мына сокты ішіп жүрсеңіздер, өте керемет. Сіздерге беретін ақылым осы. Егер осындай сіздерде қызығушылық болатын болса, менің видеом астына комментарий жазыңыздар. Мен сіздермен міндетті түрде хабарласатын болам, байланысатын болам. Лайк басып, менің каналыма подписка болыңыздар. Денсаулықтарыңызды өздеріңіз сақтаңыздар. Денсаулықтарыңыз өздеріңіздің қолдарыңызда.